Қайырлы күн баршаңызға, арнаға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода телефон арқылы YouTube каналды жаңадан, яғни с нуля қалай ашуға болады, соны көрсететін боламын. Қолыңыздағы телефон арзан болсын, қымбат болсын, жұмыс бәрінде бірдей орындалады. Ол үшін Google-ға кіресіз. Аккаунт ашылмаса, осылай көрінеді. Жұмысты орындау үшін YT сілтемесін басып, немесе жоғарыдағы аккаунт логотипінің үстін басып кіресіз. Создать аккаунт сілтемесін басып, аккаунт кімге арналған, соны белгілеңіз. Бұл жерде для личного использования, для ребенка, для работы или бизнеса деп көрсетілген біреуін таңдаңыз. Келесі атыңызды, фамилияңызды жазып, далее дегенді басыңыз. Общее сведение. Бұл жерде паспорт бойынша туған күніңізді, айыңызды, жылыңызды және жынысыңызды белгілеп, далее дегенді басыңыз. Келесі Gmail электрондық почта адресін таңдау керек. Немесе өзіңіз жаңадан ашсаңыз болады. Мен берілген үлгіден өзіме ұнаған біреуін таңдадым. Кейін YouTube-тан, Google AdSense-тен, тағы басқа да сайттан келетін хабарламалар, хаттар осы адрес бойынша келетін болады. Келесі создайте надежный пароль. Бұл жерге әріптерден, сандардан және басқа да белгілерден тұратын сенімді пароль қойып, далее дегенді басасыз. Бұл жерге телефон номеріңізді жазып, далені басыңыз. Жазған деректеріңізді тексеріп, логин пароліңізді сақтап алыңыз. Өйткені компьютер немесе ноутбукпен YouTube каналыңызға кіретін болсаңыз, осы логин пароліңізді жазып кіресіз. Келесі политика конфиденциальности и условия использования. Бұл бетте көрсетілген ережелермен танысып, принимаю деп басасыз. Соңында принять деп бассаңыз, Google аккаунтыңызбен бірге YouTube аккаунтыңыз да ашылады. Енді YouTube каналға кіріп, создать канал дегенді бассаңыз, канал ашылады. Канал ашқаннан кейін бірден каналдың настройкасын дұрыстаңыз. Ол үшін управление видео жанындағы қаламды басып кіре аласыз. Бірінші жоғарыдағы канал баннеріне авасына сурет қою үшін камераны басып, галереядан дайындап қойған суретті қоюға болады. Канал атауын өзгертетін болсаңыз, қаламды басып, өзгертіп жаза аласыз. Псевдонимдегі жазуды өшіріп, канал атауына сәйкес сөзді жазу керек. Описанияға қысқаша өзіңізді таныстырып, көрермендер қандай видеоларды көре алады, сол бойынша қысқаша жазбаларды қалдырыңыз. Осылай YouTube каналды оңай әрі тез ашып, видеоларыңызды көрермендерге ұсына аласыз. Видео пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.